мектеп біз оқығандағыдай емес, өзгерді. Біз оқығанда қарағаш алдында көп болатын. Андай камера болмайтын, пешеход болмайтын, асфальт болмайтын, андай қатты адам жүретін. Біз оқығанда андай балалар деп машинамен көп алмайтын. Жаяу қайтатынбыз ғой. Азық-түлік магазин. Бұйырса январда бітеді, февраль тез өтеді. Жұмыстан қайтып келетін. Сәтім қазір 5-те ма? 5-тен кете ма? Или 6 адамым бар. Екінші қызым шығады мектептен. Бұрын аяқ бәрі поле бос болып отырды. Поледе қойғанда бос ұнайды, үйлер болмайтын ғой. Мана төбесін жасадым, этажканың. Көшеге свет, енді бұйырса асфальт орнатса да қоймай ғой. Салса вообще заез. Көше әдемі бар ғой, әдемі. Бұйырса шынаңдар, көктемге аз қалды. Мартта жақын қалды туған күнім. Бір ай жарымдан кейін. Бізде мұны еқті ғарып сияқты ғой көше. О, жақта. Бұрын әйті жол болмайтын. Жол да салынды, жарықты. Цивилизованный болып көреміз ғой ақырындап. Мен тісіме мән бермей қойыңыздар. Байығаның алтын салам ойда қойсыздар. Аз қалды байығы. Шәлші да оғана қалды. Құдайға шүкір, былтыр газ орнаттым үйге. Жұмыстың арқасында. Мына жақта үйлер пайда болды. Мына ЕСТО. Бұйырса ЕСТО да ашылады көктемде. Все, я дома. Давайте.